Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызыл кітапқа енген қызғалдақ түрлері туралы айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Қазақстанда қызғалдақтың 40 түрі таралған. Оның 11-і эндемик, ал қызыл кітапқа енгізілгені 18 түр. Бұлар жойылудың аз-ақ алдында тұрған сирек кездесетін қызғалдақтар. Табиғатта зиян, ал мемлекетке залал келтірмес үшін мұндай қызғалдақтардың түрлерін біле жүрген жөн. Оларды айыра алудың маңызы зор. Бұл қызғалдақ ғылымда 19 ғасырдан белгілі. Селекцияда жиі қолданылады. Голландияға тараған 200-ге тарта элиталы қызғалдақтың сорты дәл осы қызғалдақтан алынған. Қазір бүкіл Еуропаға тарап ботаникалық бау-бақшаның көркіне айналды. Жапырағы жалпақ таспа тәрізді, кейде жиегі иректеліп, үстіңгі бетінде қою күлгін таңбалары болады. Гүлі дара, қызыл, қызғылт сары түсті, көктемде гүлдейді. Бірақ бұл қызғалдақтың жабайы түрін табу өте қиын. Ақсу жабалғылы мен Қаратау қорығында, Берқара бауында кездеседі. Мемлекеттік қорғауға алынып, қызыл кітапқа енгізілген. Орыс ботанигі Илья Боршев тапқан, соның құрметіне қойылған қызғалдақ қазір Байқоңыр даласының символына айналған. Осы өңірде ғана кездеседі. Торғай, Арал өңіріндегі құмды шөлдерде қызыл құмда өседі. Бұл сарғалдақ та қызыл кітапқа енгізілген. Өте сирек, қызғылт сары, қызыл сия көк түсте келеді. Басқа қызғалдақтарға қарағанда бұл түр біршама кең таралған. Қап тауы мен Қырым, Румыния жерлерінде кездеседі. Кез келген жерде өсе береді. Күй талғамайды. Лала гүлдер тұқымдасына жатады. Бойы 15-30 см. Сәуір айында гүлдеп, шілде айында жеміс береді. Бұл қызғалдақ Қазақстанның солтүстік аймақтарында өседі. Суық қыс пен ыстық жазды жақсы көреді. Гүлі ірі, ақ, қызыл не сары түсті. Мамырда гүлдейді, маусымда жемісі пісіп жетіледі. Дәнімен көбейеді. Бұл қызғалдақты грек қызғалдағы сынды қазіргі голланд қызғалдақтарының түп атасы саналады. Қазақстанның да Ресейдің де қызыл кітабына енгізілген. Бұл қызғалдақ түрі Қаратау, Талас Алатауы мен Бөкен жотасында тараған. Жапырағының саны 2-3-тен аспайды, ұзынша немесе эллипс сияқты. Гүлі қызыл және күлгін түсті. Бұл қызғалдақ наурыздың аяғы мен сәуірде гүлдейді. Сәндік өсімдік, селекцияға көп пайдаланылады. Тұқымнан көбейеді, әлемде 200-ден астам сорты бар. Қызғалдақ өте нәзік гүл, өсуі мен тарауы, жеміс беруі мен тұқымдастауына ұзақ уақыт кетеді. Қызғалдақ гүл тұқымдастары сияқты баданамен көбеймейді, көбінесе дән мен тұқым арқылы тарайды. Ал дән жерді жарып өсіп шыққанша 4-7 жылдай уақыт кетеді. Енді өсіп келе жатқан не өсіп тұрған қызғалдақты жұлам деп тамырын мүлде құртып жіберуіміз мүмкін. Ол жерден енді қызғалдақтың шығып өсе қоюы қиын.